Сәлем достар, менің атым Нұрлан Жанай. Бүгінгі влогымда қозғайтын мәселе қалай тез жұмыс табуға болады. Қазіргі таңда білесіздер, жұмыссыздар саны өте көбейіп бара жатыр. Кімді көрсең әйтеуір жұмыс іздеп жүреді, кімді көрсең әйтеуір жұмыс таппай қиналып қарызға батып жүрген бір халық. Осындай кісілерге менің айтатын ақыл кеңесім, көбінің дипломы бар, көбінің білімі бар, тәжірибесі бар азаматтар бар. Сондай азаматтар қалай тез жұмыс табуға болады? Ең бірінші, аласыздар да әдемілеп резюме жасайсыздар. Ол резюменің ішінде міндетті түрде сіздің бұрынғы тәжірибеңіз, қандай жұмыс істедіңіз, қай жерлерде істеген нақты жазылу керек. Себебі жұмыс беруші адам оны көрген кезде, сізді көрмей жатып, резюмені көрген кезде сізді көрмей жатып, қандай адам екеніңізді примерно портретін шығу керек. Мүмкіндік болса, суретіңізді қойып қойыңыз, егер енді ол да жұмысқа байланысты, әрине, журналист болып істейтін болсаңыз, немесе пиар, маркетинг саласына баратын болсаңыз, міндетті түрде суретіңіз маңызды. Суретіңізді қойыңыз, сосын жаңағыдай интернет эксплорер дегенді білемін деген сияқты, ондай шаблондық түрде жазылатын өзіңіз туралы мәлімет жазбай қойыңыз. Себебі қазіргі таңда білесіздер, интернет эксплорер деген браузер еш жерде қолданылмайды. Онымен сіз абырой таппайсыз. Сондықтан компьютерді жақсы біледі деген сияқты да мәліметтер емес. Нақты қандай программаларды білесіз, соның тізімдері керек. Бұл резюмеге қатысты дүниелер. Жалпы интернетті ашып қарасаңыздар, резюме шаблоны деп қарасаңыздар, қызыл, жасыл, түрлі дизайндағы, әдемі Word версиядағы резюменің түрлері шығады. Сол резюменің түрлеріне қарап, өзіңізді барынша сәндеп, іске қосылып тұрған мына телефонды беруіңіз керек. Өшіп жатқан, жоқ болып кеткен нөмірді беріп алып, ертең ол жұмыс беруші адам таба алмай жүрмеу керек сізді. Осы резюмені әдемілеп жазасыз, бірінші қадам бұл. Енді екінші қадам, сол резюмені аласыз да, HeadHunter.kz деген сайт бар, Еңбек.kz деген сайт бар, сосын Нұр.kz-дің ішінде Работа, Нұр.kz деген бар. Осындай сайттарды тауып аласыздар да, Job.kz деген бар. Осылардың бәріне аямай осы резюмені жібересіз керек жерге. Мысалы, бір күнде отырып сіз 50-60 жерге резюме жіберсеңіз, бір 2-3 күн осылай тоқтамай жіберсеңіз, сіз 4-ші күні міндетті түрде жұмыс табасыз. Оған гарантия беремін, себебі көп жіберілген іс-әрекет ол өз нәтижесін береді. Әрине сіздің іздеп отырған жұмысыңыз, сіз өзіңізге қалап отырған позицияңыз әрине нарықта сұранысқа ие болса, мысалы бір қиын бір директор немесе бір үлкен лауазымдағы жұмыс болса, ондай қиын болуы мүмкін, бірақ мамандарға, тәжірибелі мамандарға міндетті түрде жұмыс табылады. Бұл айтып отырғанымыз екінші қадам. Жұмыс табудағы үшінші қадам, бұл міндетті түрде сұхбаттасуға барасыз, немесе сіз стажировкада жұмыс істейсіз. Осы кезде қандай қасиеттерге жалпы жұмыс берушілер мән береді? Сіздің бірінші кезекте жауапкершілігіңіз. Таңертең айтқан уақытта келу керек, кел деген уақытта келу керек. Бірдеңені істе деді ма, оны міндетті түрде істелу керек. Басынан бастап стажировкада жүргеннен бастап сұхбаттасуға келмей жатып, сіз сылтау айта бастасаңыз, кешігіп қалдым, пробка болып жатыр, мынау балам ауырып қалды, үйде аяқ киім болмай қалды деген сияқты осындай бір сылтаулар көбейетін болса, ол жұмыс берушіге бірінші кезекте сіз туралы ойлайтын пікірі ол кісінің өзгереді. Сізден бірінші кезекте ол кісінің ойлайтын ойы суып қалғандықтан, ойы жаман болғандықтан, ол ары қарай қарым-қатынастың жақсы болып кететініне кепілдік бере алмаймыз. Сондықтан өзіңізді барынша жауапкершілікті, маман екеніңізді, жауапкершілікті адам екеніңізді көрсетіңіз. Одан кейінгі істелетін көрсететін қасиетіңіз ол міндетті түрде профессионализм. Сіз айтқан дүниені алдымен жақсылап түсініп алыңыз, не сұрап жатқан, түсінбесеңіз қайтадан сұраңыз. Сосын айтылған нәрсені бұлжытпай орындап, уақытында бұлжытпай сақадай сайғылып орындасаңыз, 10 бет жаз десе 11-12 бет жазып, артығымен орындасаңыз, кез келген затты уақытынан тез орындасаңыз, сіз бірден бастықтың көзіне түсесіз де, жұмысқа қабылдап алынуыңыз тезірек жүзеге асады. Жұмыс табудағы ең соңғы қадам, міндетті түрде бізде білесіздер, жұмыс іздеп жүрген адам жұмысқа келмей жатып, сұхбаттасуға келмей жатып, резюмесін жібермей жатып сұрайтын ең бір үлкен қателік, ең бір дұрыс емес сұрақ, ол жалақысы қанша, мен қанша аламын деп осындай сұрақтар қояды. Ол жұмыс берушіге сізге жалақы беруден қашпауы мүмкін, ол кісіге ол информацияны беру қиын болмауы мүмкін, бірақ ол сіздің бірінші кезекте ақша жайлы ойлауыңыз, ол жұмысқа деген қабілетсіздігіңізді немесе немқұрайлы қарайтын сондай бір ақша үшін ғана кіретін адам сияқты көрінесіз. Ал жұмыс берушіге көбірек
сол компанияға пайдамды тигізсем, үлесімді тигізсем, барынша өзімнің профессионал екенімді көрсетсем, кәсіби деңгейімді көрсетсем деген адамдарды қалайды. Сондықтан барынша стажировкадан өтіп, әбден басшылықтың сеніміне кірмей тұрып, соңғы нүктеде болды, сені аламыз, ойбай, рахмет, керемет деп айтпағанша сіз ол ақша тақырыбын, жалақы тақырыбын қозғамағыңыз дұрыс. Ал кейіннен жұмысқа алынатыныңыз ресми түрде белгілі болғаннан кейін міндетті түрде келісім шартқа отырыңыз. Себебі ертең адамның арасында сенім жоғалмау үшін, ол кісіге сенбейтін болсаңыз, ол кісіні бұрын танымайтын болсаңыз, ол компаниямен бұрын жұмыс істеспеген болсаңыз, міндетті түрде келісім шарт орнатып, осы бойынша сіз жалақыңызды алып жақсы жұмыс істеп кетесіз. Осындай қарапайым қадамдарды орындау арқылы сіз жұмысты тезірек табасыз, барынша тезірек жұмысқа орналасасыз және жұмыссыз қалмайсыз. Егер адам еңбекқор және маман кәсіби болатын болса, ол ешқашан жұмыссыз қалмайды. Оған қоса жауапкершілікті де ұмытпағанымыз жөн. Егер блог ұнаған болса, репост жасаңыздар, бөлісіңіздер, қолдаңыздар, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Әйтеуір барынша қолдау көрсетсеңіздер. Қош, сау болыңыздар.